Керей хан таққа 1465-1473 жылдары отырды. Одан кейін таққа Жәнібек хан 1473-1480 жылдары отырады. Жәнібек ханнан соң таққа Керей ханның ұлы Бұрындық хан отырады. Ал 1511-1521 жылдары таққа Жәнібек ханның ұлы Қасым хан келеді. Мұхаммед Хайдар Дулати өз деректерінде бұл кезде Қасым хандық билікте болмаса да, оның беделі ханнан да күшті болды деп жазған. 1510 жылы Шайбани ханның соңғы 4-ші жорығында Ұлытау өңіріндегі Қасым ханның ұлысына бағытталады. Қасым хан әскері Шайбани ханның әскерін тас-талқан етеді де жауды сыр бойынан қуып шығарады. Осы жеңістен соң ешкімде Бұрындық хан туралы ойламай, Қасым хан билігін мойындайды. Бұрындық болса Самарқан жаққа кетуге мәжбүр болады. Қасым хан таққа отырғандағы алғашқы әрі ең маңызды істері: шығыста Жетісу, батыста Жайыққа дейін, оңтүстікте сыр бойындағы қалаларды қазақ хандығына қосты. Бұл қазақ тарихындағы ең үлкен аумақтардың бірі болды. Бұрындық кеткен соң, Қасым хан елдің ішіндегі барлық сұлтандарды, билерді өзіне қаратып, халықты бір орталыққа бағындырды. Және де Қасым ханның қасқа жолы заңын шығару, ел ішіндегі тәртіп орнату үшін алғашқы рет жазбаша заңдар жүйесін жасады. Онда жер дауы, жесір дауы, қылмыс, әскери міндет пен салық тәртібі қамтылды. Қасым хан көшпенді руларды өз төңірегіне біріктіріп, қазақ халқының саны 1 миллионнан асты. Қасым хан дәуірі қазақ хандығының ең өркендеген кезеңі. Оның билігі тұсында хандықтың қуаты артып, беделі көрші мемлекеттер арасында мойындалды. Қасым хан тұсында қазақ хандығының аумағы оңтүстікте Сырдария аймағынан Түркістан аймағына қарай, шығыс және оңтүстік-шығыста Жетісудың бөлігін Балқаш көліне дейінгі жерді, ал солтүстік пен солтүстік-шығыста Ұлытау өңірін Қарқаралы тау тарамдарын және солтүстік-батыста Жайық өзенінің алабын қамтыды. Қасым хан тұсындағы хандық билік. Қасым хан хандық билікті нығайтып, қазақ хандығын мықты мемлекетке айналдырды. Ол рулар мен тайпаларды бір орталыққа бағындырып, елдің бірлігін сақтады. Қоғамда тәртіп пен әділдікті орнатты. Әскерді күшейтіп, жер аумағын кеңейтті. Оның тұсында қазақ хандығы халықаралық деңгейде танылды. Қасым ханның қасқа жолы. Бұл заңдар жинағы 5 бөлімнен тұрған. Оның ең алғашқысы мал мен мүлік заңы. Бұл мал мен мүлік, жер су дауларына байланысты бөлім болған. Екіншісі қылмыс заңдары. Бұл бөлімде қылмыс түрлері мен оларға қатысты жазалар қарастырылған. Үшіншісі әскери заң. Бұл бөлімде соғыс кезіндегі міндеткерліктер, халық жасағын құру және олжа бөлісу туралы мәселелер қарастырылған. Елшілік заң, халықаралық құқық, елші этикеті туралы. Жұртшылық заңы, қауымаралық көмек, мерекелерді ұйымдастыруда салт-дәстүрлерді сақтау, сарай этикеті туралы. Қасым хан тұсында қазақ хандығын сыртқы саясаты қандай болды? Қазақ хандығы Қырым мен Астрахан хандықтарымен қарым-қатынастар орнатты. Қасым ханның билігі тұсында қазақ хандығы бұрынғы жошы және шағатай ұлыстары аумағындағы ең ауқатты мемлекетке айналды. 1513 жылы Сайрам қаласын ұрыссыз алды. Хандық шекарасы оңтүстік-шығысында Жетісу, батысында Жайық пен Еділ өзендері арасындағы жерлерге дейін созылды. Үшінші Василий патшасымен дипломатиялық келісімдер. Моғол билеушісі Сұлтан Сайдпен жақсы қарым-қатынас орнатып, Жетісу жерлерінде билігін нығайтты. Ноғай ордасындағы туыс руларды қазақ хандығына қосып алды. Қадырғали Жалайыри өз деректерінде Жәнібек ханның ұлдарының арасында аса белгілі болғаны Қасым хан еді. Ұзақ уақыт бойы атасының ұлысына билік етті, аймағындағы ұлыстарды өзіне қаратты. Ол туралы аңыздар әр жерде көпке тараған, көпке мәлім болған. Мұхаммед Хайдар Дулатидің деректерінде Қасым хан бүкіл шығыс дешті Қыпшаққа билік жүргізді. Оның атақ-даңқы зор болған сондай, Жошы ханнан кейін Қасым ханнан асқан құдіретті хан бұл жұртта болып көрген емес деп жазған. Ал Захир-ад-Дин Бабыр өз Бабырнамасында қазақ халқының бұрынғы соңғы хан сұлтандарының ішінде Қасым хандай құдіретті әмірші болған емес. Оның 300 мыңдай әскері бар еді деп жазып кеткен.
Қасым хан бүкіл қазақ халқын біріктіру арқылы үлкен әскери күшке ие болды. Қарауындағы халықтың бақытына орай ол өзінің бейбітшілік сүйгіш саясатымен халықтың махаббатына бөленді. Осы бейбітшілік сүйгіштігімен Қасым хан халықтар арасында ерекше әйгілі болды. Әлихан Бөкейхан